Жақсылық және жамандық туралы ертегі. Ертеде жақсылық және жамандық деген екі адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу келе жатса, салт атты бір кісі өтіп бара жатыр екен. Екеуі амандасып, жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Салт атты жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып: Жақсылық, мені артыңа мінгестіре кетші, дейді. Сонда жақсылық тұрып: Олай болса, сен қазір мына атқа мін де, біраз жер жүріп барып түсіп, атыңды байла да өзің жаяу кете бер. Сосын мен жетіп, атпен біраз жүріп, сол жол бойына байлап кетермін. Сөйтіп баратын жерімізге кезек мініп жетейік. Екеуміз бірге мінсек, атқа қиын соғар. Жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен жақсылықты есіне алмай кете береді. Жақсылық жаяу жүріп шаршап, арып, ашып, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, тірі жан жоқ. Бірақ ортада бір үлкен қазан асулы тұр екен. Айдалада қайнап тұрған не қылған тамақ, дәм татайын деп, бір саусағын ұшын батырып дәм татады да, күркенің төбесіне шығып, жатып ұйықтамақшы болады. Бір кезде күркеге түлкі, қасқыр, арыстан үшеуі кіріп келеді. Ойбай, мына тамақтан біреу жепті. Кім жеуші еді? Адам келетін жер ме? Деп арыстан мен қасқыр кейіген соң, түлкі әңгімені доғарып, үшеуі отырып тамақ жеді. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі көрген білгендерін айтысады. Түлкі, сен не көрдің, не естіп білдің? Мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының жанындағы қыстаудың ортасында. Мен күнде пәлен байдың қойының арасындағы үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар. Қандай ем қылса да жазылмайды. Оның емін ешкім білмейді, бірақ мен білемін. Ол қызды жазатын ала тоқтының өкпесі. Ала тоқтыны сойып, өкпесін қайнатып берсе, байдың қызы емделіп кетеді. Және де бай, қызымды емдеген адамға тұрмысқа беремін деп жар салған. Ал мен болсам, пәлен байдың күнде бір жылқысын жеп келемін. Ол мені ұстай алмайды. Маған қуып жететін тек қана бір ала тайы бар. Ол тай пәлен тоғайдағы жылқының ішінде. Деп түлкі, қасқыр, арыстан үшеуі әңгімелерін айтып ұйықтауға жатады. Таң ертең әрқайсы өз жұмыстарымен кеткеннен кейін жақсылық емші болып байдың ауылына келеді. Бай жақсылықты көріп, емші екен деп ойлап, қызымды емдеп берші деп өтінеді. Жақсылық ала тоқтыны сойғызып, өкпесін қайнатып, байдың қызына береді. Және де байдың қызын емдеп жазып, байдың қызын әйелдікке алады. Одан кейін жақсылық түлкі айтқан жаман қыстауға келеді. Қораның ортасында бір сүйем қазса, бір құмыра алтынды тауып алады. Оны алып, арыстан айтқан байдың ауылына барады. Байдың ауылына барса, бай бір арыстанды ұстай алмай жүр екен. Егер ұстап берсең, саған бір үйір жылқы беремін дейді. Жақсылық жарар деп келісіп, тоғайдағы жылқылардың ішінен алатайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрады. Арыстан келіп, жылқыны алып қаша бергенде, жақсылық әлгі алатаймен қуып жетіп, арыстанды ұрып жығады да, байдың бір үйір жылқысын алып, келген жолына түседі. Арада біраз жыл өтеді. Жақсылық бай бақуатты болып, отбасылы болып, бақытты өмір сүріп жатады. Бір күні жақсылық өзен жағасында отырса, қасына жамандық келіпті. Жақсылық жамандыққа қараса, үсті басында түк жоқ, қайыршы диуана секілді екен. Жақсылық жан, мен саған жамандық қыламын деп осындай күйге тап болдым. Маған көмектес, мені адам қыл, сен бұл мал-мүліктерді қай жақтан таптың? Деп жамандық жақсылықтың алдына келеді. Жақсылық жамандыққа күркедегі жағдайды толық баяндап, күркеге барып күт, қайнап тұрған қазаннан кішкене ғана дәм татта, күркенің төбесіне шығып күт дейді.
күркеге келеді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп шыдай алмай, мына бір жілігін жейінші деп сорпасынан ішіп жеп алады да күркенің төбесіне шығып күтеді. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала Ипай, еттен біреу жеген екен. деп байбалам шығарады. Қасқыр мен арыстан болса кім жеуші еді? Бұл жерге адам келуші ме еді деп көнбейді. Жоқ, күркенің үстіне шығайықшы, сонда бір пәле бар секілді деп түлкі төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Үшеуі жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп, жақсылық өз жақсылығынан өмір сүріп, мұрат мақсатына жетіпті. Ал жамандық болса, өз жамандығынан ит құсқа жем болыпты.